Қайырлы күн. Бүгін сіздермен алда келе жатқан бизнес бастау 400 мрп гранттың бизнес планын талдау жасаймыз. Яғни сіздерге қандай жолмен қандай бизнес пландар ұтады деген нені айтып өтсем, өзімнің тәжірибеммен бөліссем. Есім Сандуғаш. 2019 жылы грант ұтқан болатын. 2019 жылы өзі 505 мың болған. Содан кейін 2022 жылы ұтқан болатын. 5 миллиондық грант, қолдау грантын ұтқан болатын. Және де сол қорғау барысында мен өзімен бірге қорғауға барған кісілердің қорғау барысын тоже көрген болатын. Және солардың бәрін айтып өтсем болады сіздерге, қазір пайдалы болып қалуы мүмкін. Қазір біріншімен менде осындай бизнес пландар бар. Бұлардың бәрі Атырау облысы, Батыс Қазақстан облысындағы бизнес пландар болады. Бұл жерде әртүрлі темада осындай не бар, телеграмда канал бар да, 100-ге жуық. Мен сосын сіздерге қандай темалар бар екенін айтып өтем, тақырыптар. Мен қазір сіздерге бір тақырып нені ашып, бизнес планды ашып сіздерге көрсетем. Мына клининговые услуги ашайыншы, клиенттік қызметтер. Мына бірінші, мысалы, осылай тема жазылады, несі бәрін толтырасыздар, мына жақтың мақсаты қандай болу керек, соны жазып шығасыздар. Не үшін не істейсіз, бұл жобаны туралы қысқаша ақпарат айтып өтесіздер. Өзіңіздің аты жөніңізді мына жерде айтып өткен, жоба туралы қай жерде орналасады деген сияқты, не грант ұтқан, яғни осы сіздің беретін грант не істеледі, сол ақшаға не істеледі, соны айтып өтесіздер. Жоба туралы қысқаша ақпарат, қандай жұмыстар жасалады. Сосын мына жерде мына бизнес жобаны іске асыру қажет тауарлар. Бұл жерде мына сауатты жазылған деп айта алатын едім. Мен өзім құрған кезде де солай айтқан едім. Кімге сондай қате деп айтқан кісілердің бизнес жобалары, ол кісілер өтпей қалған. Мына жерде мысалы шан сорғыш дейді, пылесостың мысалы қандай бренд жатады, қандай не, мысалы Робоклин Power дейді мынау, соның қандай түрі, мысалы өзінің түрлері бар ғой, модельдері, мысалы 01 деген сияқты. Мына жерде Power деген несі екен. Сосын кір машинасы, мына жерде Samsung деп жазуы дұрыс емес. Samsung қандай там өзінің цифралар болады, мысалы 201 нешінші модель деген сияқты, солай. Мына жерде түрі солай жазу керек. Енді аттар жазғандары дұрыс, бірақ қандай екен брендтің толық несін жазу, аты жөнін жазу керек. Мына жерде де былай жазылған. Көп функционалды үй жайларды жинауға арналған арба дейді. Арбаның қандай түрі жазу керек та, мына жерде нақтылап осындай деп. Шелек швабраның жиынтығы дейді. Онда жиынтықтардың тоже аттары бар, өзін қарау керек. Бәрін Каспийден ба, қай жерден қарайсыздар, сатудан ба, прям брендтердің атын бәрін қандай 01, 02 цифрына дейін жазып шығасыздар. Сөйтіп саны мен бағаларын осылай көбейтіп, суммалары сол бағанаға 400 мрп дейді, 1 миллион 500 чем-то ғой, соны жазып шығасыздар. Егер де мысалы сіздің грант сомасы жетпейтін болса бизнесіңізге, меншікті қаражат қоссаңыз да болады. Көп кісілер қоспайды, потом себебі егер өздерінде ақша болса, онда ол өздері алып келе беретін еді. Солай мына жерден айтып өттім сізге. Сосын мына қызметтері қандай, не жасайсыздар. Мысалы мына кісіде ылғалды тазалауды влажный уборка жасайды, қанша теңгеге, 150 теңге метр квадратына. Солай жазып өтесіз. Мысалы сізде қандай, егер өнім өндіретін болсаңыз, торттың түрлері жазсаңыз болады. Солай мына жерде услуги ғой, енді қызмет көрсетеді ғой. Осы жерде қандай бағаға сіз өніміңізді сатасыз, қызмет көрсетесіз, соны жазып шығасыз. Мына жерде айлық, мысалы енді бір айда сіз мынанша теңгеге қызмет көрсеттіңіз, осынша теңге, мысалы қызметтеріңіздің бағасы жазылады. Мына 6-шы кестеде сіз айына қанша адамның үйін жинайсыз, мысалы қанша өнім өндіресіз, соның бәрін жазып шығасыз. Бір айдағы табысыңызды осына көрсетесіз. Міне уақытыңызды бәрін есептеп, примерно жазасыз, енді қанша ай табыс табады деген сияқты. Бұл жерде 600 мыңдай жуық табамын дейді бір айда. Егер грант ұтатын болсам, осынша жұмыс жасаймын деп тұр ғой бұл кісі. Енді болжам бойынша 1 жылға жасайды. Күнтізбелік мына 2023 грант болғандықтан 2023 жылы шілде айында жасалған ғой. Бұл жерде бағанағы сумма тұр ғой, мына жердегі сумма бір айдікі. Енді мына 9 айға көбейткен көрдіңіз бе, 9 айдікі. Енді бәрін кірістің, мына ылғалды уборка осынша жасалады, жалпы тазалау бөлімі мынанша деп бәрін жазып шығады осылай. Сосын кірісімен де осынша теңге болады деп шығады. Сосын енді материалдар, мысалы мына кісі үй жинайтын кісі ғой, енді сатып алатын шығындар болады, шығыстарын жазып шығады. Бұл жерде шығыстар, мысалы жуатын әртүрлі заттар сияқты, міне солай. Коммуналдық қызметтерге жазған, енді білмеймін бұл неге жазған, бұл жерде жазылмайтын. Коммуналдық қызметтерге неге жазбаған дұрыс, потому что бұл ылғалды уборка жасаған кезде бұл бір кісінің үйіне барып жасайды ғой, ол өзінен электр кетпейді. Мына жерде қате көрдіңіз ба, интернетке де зачем көрсету қажет емес. Интернет, коммунальный не дегендерді сіз нетесіз,
қызмет көрсету болса, помещение жалдамайтын болсаңыз жазбайсыз мыналардың бәрін алып тастаған дұрыс. Реклама енді болады, реклама инстаграмға, мысалы тиктокқа реклама беру. Онлайн касса деген қазір бәрі тегін, алып тастайсыз. Bir жылда 18 мың теңге төлейді. Қазір тегін кассалар бар, оны алып тастау керек. Зейнетақы аударымдары дұрыс, оны әр ай кәсіпкер өзіне төлейді. Страхование және салықтарды, оның бәрін есептейсіз. Салық дұрыс, 1,5%, 3%, 1,5-3% төлейді. Жалпы шығыстарын жасап шығады. Міне осылай шығасыздар. Енді 2024 күн тоже солай есептейсіздер. Енді 25 тоже примерно есептеп шығасыздар, солай бағана 12 айға көбейтіп. Мына 9 айға көбейтті ғой, мына 12 айға көбейтті. 12 ай 24 пен 25 екеуі бірдей шығарып тұр. Сосын енді соның бәрін жазып есептегеннен кейін осылай шығыстармен түсініктеме жазасыз. Мен жылына осынша теңге табамын, айына жылына осынша болады, шығысы мынанша болады, пайдасы мынанша болады деп рентабель демай соны есептеп шығасыз. Солай. Енді мына жерде бұл бағана қызмет көрсетеді. Кімге қызмет, сіздің қызметіңіз кім алады деген, мына жерде аты жөнін бәрін жоспарлы адамдар осылар менен алады ау деген сияқты жазасыздар. Мына жерде қарасаңыздар болады. Енді мына жерде енді әлеуметтік талдау дейді. Мысалы сіздің тұрып жатқан қалаңызда қандай орташа айлықты есептеп қарайсыз. Оның бәрі интернетте бар. Және де осындай клиенттік бағанағы үй жинау, тазалау қызметпен қандай сізбен басқа қанша адам айналысып жатыр сіздің ауданыңызда. Соның бәрін жасап. Мына жерде в принципе бәрі де бірдей келеді. Қарап шығу керек. Міне осындай бизнес-пландар бар. Мен айтайын деген, сосын қазір тағы басқаны көрсетейін. Мына кірсабын өндірісі, кірсабында қарап шығайық қазір. Мына жерде көрдіңіз ба? Тоже грант сумасына бағыттады. Сыйымдылық, мынаның бәрі қате болады. Бұндай бизнес-пландар ұтпайды. Араластыру аппараты деген, сабын кесу және де сабынға арналған қалыптар деген, орау автоматы деген, бұның бәрі өтпейтін бизнес-пландар. Бәрін нетесіз. Мендегі ұтқан жағдайларды айтып өтейін. Мына жерде қазір қысқаша. Бизнес-планыңыз нақты болу керек. Сосын стартапқа бермейді қазір көбінесе, масштабирование жасайды. Яғни сіз ұту үшін, ұтқыңыз келсе, онда мен осы гранттың сумасын аламда, осындай бизнес ашайын деп жатырмын деп айтпау керек. Мен грант сумасын алып, өзімнің осында жасап жатқан бизнесімді масштабировать етемін, расширение жасаймын деп солай айту керек. Сол кезде ғана ұтасыз. Олар көбінесе мен енді бастаймын, енді ашамын деген нәрселерге бермейді грант. Менде сондай случайлар болды. Сосын өзіңіз грантқа қорғауға дайындалған кезде өзіңіздің жобаңызды бір қарап шығыңыз. Өзіңізді комиссия мүшелерінің орнына қойып көріңіз. Егер де мен грант беруші болсам, комиссия болсам, осындай жобамай маған келсе, сіз беретін бе едіңіз деген сияқты сұрақ қою керек. Сосын қазір көбінесе қызмет көрсетулерге көп береді. Мысалы бағана шаштараз деген сияқты осындай қызмет көрсететін нәрселер болады, соларға көп береді. Бұрынғыша торт пісіремін, үйден торт пісіріп жатырмын деп сияқты ондайларға қазір көбінесе бере қоймайды. Енді өзіңізде қорғау барысында көре жатасыздар. Бірақ мен өзімнің жасаған анализдерім бойынша солай нақты дайындаласыздар қорғауға. Сосын тағы бір жайт, қазір сіздер сертификат алып жатсыздар ғой, сол сертификаттың сұрақтарын бәрін бір қайталап шығу керексіздер. Кейбір комиссия мүшелері сіздің бизнес-планыңызға емес, сол сертификаттан сұрақтар қояды. Ол сондай әртүрлі неден дайындалып келеді, нелер болады. Сертификатты да бір қарап шығыңыздар. Сосын үшінші мәселе, нені айтып мен? Бағанаға айттым, иә. Бағана стартап деп айтпайсыздар дедім. Сенімді боласыздар өздеріңізге. Сенімді қорғауға барған кезде сенімді деп, яғни Алладан дұғаларыңызды тілеп, бәрі Алланың қалауымен болады ғой. Бірақ енді сіздің әрекетіңіз точно болу керек қой, бәрі сапалы әрекет жасау керексіз. Сосын жұмыскер алам деп айту керексіз. Жұмыспен қамтимын деп. Мен өзім ғана істеймін емес, жұмысқа алам, осындай жұмысқа алам. Мен масштабировать етіп отырмын. Осылай алам. Жұмысқа алатын бір адам дайын, 2 адам бар, сотрудниктер осындай алсам ғой деген сияқты адам жұмысқа тартам дейтін болсаңыздар, тоже ұтуға шанстарыңыз бар. Мендегі случайларды айтып сізге. Сосын тағы алда жаста тағы да инстаграмда бөлісіп отырам, стористі айтып отырам осы жақындаған сайын. Сосын енді 21-не басталады грант қорғау, гранттың өтініш беру. Сол 21 күні, сол күні басталған күні өтініш бер, документтеріңізді тапсырып қойыңыздар, бизнес-пландарыңызды тапсырып қойыңыздар бәрін. Әдемі болып. Себебі әр қалада әртүрлі, енді 100-ден аспайтын ғой гранттар көбінесе әр қалада. Мысалы Астана қаласында 63 грант бөлінеді, 63 адамға беріледі. Олар примерно бір 200 адамға дейін алады да, сол 200 адамның арасында ойнататын болады. Енді 21 мамырдан бастап 3 маусымға дейін өтініш қабылдаса, оға дейін қаншама адам беріп тастауы мүмкін. Сол себептен олар 21-нен бастап 200 адам аламыз деп жоспарлайды да. Сосын енді 200 адам емес, одан да көп болуы мүмкін. Сол 200 адам сан толған кезде олар уже өтінішті қабылдамайды. Өтініш ашық тұрады, мынау кнопка бар ғой, мен өтініш беремін деп кнопка басып тұрады, бірақ басып өтініш беретін кезде жазып тұрады, демейді уже адам саны толды деп, следующий потокты күтіңіз деп жазылып тұрады солай. Бірақ
өтініш беру уақыты әлі біткен жоқ, 3 маусымға дейін жеткен жоқ. Солай. Жалпы солай. Бизнес планды нақты жазыңыздар, бағанағы ошибкалар кетірмей. Сосын егер де сіз помещение алмайтын болсаңыздар, мынау коммуналдық услуга дегендердің бәрін алып тастаңыздар, осы керек емес. Алып тастағанда әшейін толтырмаңыз ол беттерді. Толтырмасаңыз болады, әшейін сызықша қылып қойсаңыз болады. Міне закуптерді тоже реклама дегенді азырақ қылсаңыздар болады. Егер қолданбайтын болсаңыз, бәрі толтыру керек деп бәрі толтырып тастамаңыздар. Өзіңіз қарайсыз ғой, анализ жасайсыз ғой, менің бизнесім осылай деп, бағана айтып өткендей, солай. Баршаңызға Алланың жәрдем болсын. Грант ұтуларыңыз үшін сіздер үшін шын жүректен тілектесім сіздерге. Грант ұтсаңыздар енді өте бір сіздерге плюс болады, өте жақсы мүмкіндік, мемлекеттен беріп жатқан. Соны алып қалуға тырысыңыздар. Сіздердің әрбір жасап жатқан шақтарыңыз, еңбектеріңіз бәрі көріп жатыр ғой. Бәріңізге енді сәттілік тілеймін. Егер де бар сұрақтарыңыз болса, менде жазсаңыздар болады. Және де мынау бизнес пландар бар ғой менде, соны 1000 теңгеден алсаңыздар болады. 1000 теңгеден қандай бизнес план керек, сол в принципе бәрі есептеліп тұр. Тек қана корректировать етесіздер ғой, өзгертетін жерлерін өзгертесіздер, солай. Ешқандай қиыншылығы жоқ. Солай айтамын. Әртүрлі мен осының бәрін жазып шығамын, қандай бизнес пландар менде бар екен. Соны алсаңыздар болады. Өзгертесіздер, тақырыбын өзгертесіздер. Сосын мен ашамын деп емес, бағана айтқандай, мен масштабировать етемін. Немді үлкейтемін деген сияқты. Солай, осы группаға кіру 5000 теңге, бизнес план, осы бизнес пландарды нетуге мына 2023 жылы нелер ғой. Біртіндеп алсаңыздар, мысалы мынау автобөлшектер дүкен алсаңыздар 1000 теңге сатамын. Солай. Жақсы, онда барлықтарыңыз аман болыңыздар.